Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ерекше формадағы сметаник рецебімен бөлісемін. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Ыдысымызға жұмыртқа, қант, сары май салып миксердің көмегімен 5 минуттай араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқыш салып араластырып массамен біріктіріп аламыз. Алынған қамырымызды 20 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына қаймақ, жұмыртқа, қант, крахмалды араластырып аламыз. Ванилин салып араластырамыз. Міне салмасы дайын. Қамырымызды бөлшектерге бөліп аламыз. Видеодағыдай қамырды формаға жайып аламыз. Қамырдың түбін шанышқымен тесіп шығамыз. Салмасын құйып шығамыз. Бетін өз қалауыңыз бойынша жидектермен әсемдеуге болады. Енді 180 градус қызып тұрған духовкада 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Дайын сметаниктерді алдымен бөлме температурасында, кейін тоңазытқышта суытып аламыз. Формасы ерекше сметаниктеріміз дайын. Сіздерге ас болсын.